Мирас бағдарламасының шығармашылық ұжымы кезекті хабар түсіру үшін Павлодар облысының Екібастұз өңіріне жолға шығып еді. Бұл өлкеде мәдени мұра бағдарламасы аясында 2 жылдан бері қазба жұмыстары жүргізіліп жатқан болатын. Білмейтін жердің ой-шұқыры көп дегендей, сәлден соң келе жатқан жолдан адастық. Тіпті жаңылса бастағасын, баратын жердің бағыты көрсетілген қолда бар қағазға қарағыштай бердік. Менде қағазда мынандай сөз бар. Билейді, Әулиекөл қалашығы Павлодар облысы Екібастұз ауданында, Өлеңті өзенінің Әулиекөлге құяр сағасында, Қаражар ауылының оңтүстік шығысында Қара оба атты төбенің үстінде орналасқан дейді. Ешқандай төбе, ешқандай Қара оба енді көлдердің ар жақ жайында ғой. Бер жағында. Қара оба? Қаражар деген ауыл қай жақтан? Дәл осы жерде емес, енді бірақ та көлдің ар жақ басында. Тоғыз көл осы маңайда ғой. Жаңа өткен Қаражар ауылы ма біз өткен? Жоқ, ол жақтан өткен жоқпыз. Енді жетпей қалдық ол жаққа. Ферманың аттары жоқ па деген ғой? Бұрын келіп пе едіңіз осы жаққа? Бір 7-8 жыл болды осы маңайды біз аралап шыққанбыз экспедицияны. Дәл осы жерге, осы қайықтар? Түгел осы тоғыз көлді аралап шыққанбыз. Онда сіз білесіз ғой. Жаңа тоғыз көліңіздің Бәсентин, Сасық, Әулиекөл метр Өлеңті өзен. Мынау ғой деймін, мынау немене? Жоқ, бұл бар ғой. Жаңа көл қайсы өзі бізге мынау ғой деймін. Павлодарға Екібастұзға жақын қайсы мынаның ішіндегі? Көктөбе ме? Онда Көктөбе ме? Әулиекөліңіз мына жақта қалды. Мына айтам аған ауыл ма? Жоқ әлде не ғой деймін. Қыстау ма? Археологтарды тап басып таппаған соң маңайда мал бағып жүрген бақташының көмегіне жүгінуге тура келді. Қырғазға қырағы келеді емес пе? Малшыда сақтық танытып, жүрісі суыт бізге алыстан жөн сілтеді. Осы орайда Шоқан Уәлихановтың Қырғазағының бөтен адамға ешқашан шындығын айтпайтыны туралы жазбасы еске түсті. Қаражар деген ауыл қайда? Қаражар. Қаражар ма? Иә. Қаражар міне барады ғой. Мына жол апарады Қаражар. Ана археологтар қазба жұмысын жүргізіп жатыр ғой, қай жерде олар? Білмеймін о жақ. Қаражарға барады, сол міне мынау. Жоқ қой, ауыл жоқ. Суға тірелдік. Осылай барғанда сол жаққа ма? Иә, мына өтті. Сіз Қаражарды кісі ба сіз? Жоқ, мен мына Төртей ауыл дейді, міне осы. Төртей деген ауыл, иә. Төртей ауыл дейді, міне осы. Екібастұз жақ болды. Жақсы, рахмет онда. Бақташының нұсқаған бағыты бойынша сүт пісірім уақытта межел жерге де келіп жеттік. Мәдени мұра бағдарламасы бойынша 2007 жылдан қазба жұмыстары жүргізіліп жатқан Әулиекөл қалашығы Екібастұз қаласынан солтүстік батыста Өлеңті өзенінің Әулиекөліне құйылатын сағасында Қара оба атты төбекте орналасқан. Археологиялық зерттеулер таяуда ғана басталғанымен бұл ескерткіш 19 ғасырдағы орыс саяхатшылары мен өлкетанушылары Никитиннің, Коншиннің еңбектерінде аталып жүрген. Мәдени мұра бағдарламасы бойынша 2007 жылдан бері қазба жұмыстары жүргізіліп жатқан зерттеулер нәтижесінде ескерткіштің кейінгі орта ғасыр кезеңіне жататын қоныс пен молалар кешенінен тұратыны анықталды. Қазба жұмысы барысында орта ғасырда ғұмыр кешкен көшпенділердің этнографиясынан, кәсібінен, жерлеу рәсімінен мол мәлімет беретін біршама құнды олжалар табылды. Мысалы үшін біз тұрған мына Әулиекөл қалашығынан шыққан мазар, шеберхана, тұрақтар мен пештердің өзінен ақ нақты тарихи деректің ұшығы шығып тұр. Біз осы жерде жұмыс жүріп жатқан археологтармен тілдесе отырып, әңгімеге арқау болып отырған Әулиекөл қалашығы жайында білетін боламыз. В ходе проведения археологических работ қазба жұмыстары барысында алғаш рет орта ғасырлық мазар толығымен зерттелді. Биіктігі 10-15 метр кесененің күмбезіне көк шыны жалатылған болса керек. Ғимараттың ішкі сыртқы іргелері әсем ою өрнекті декоративті кірпіштермен безендірілген. Міне біз қазір осындай керамиканы көріп тұрмыз. Есігі оңтүстікке қаратылған ғимарат қызыл және шым кірпіштен тұрғызылған. 2 бөлмеден тұрады. Бірінші бөлме зияратхана 8 қырлы болған. Ол ғимараттың орталық бөлігінде орналасқан. Онда діни рәсімдер орындалып, құлшылық жасалған. Ал екінші бөлмеде ағаш табыттарға салынған 3 адамның қаңқасы табылды. Оның 2-і ер адам болса, 3-шісі әйел адам екені анықталды. Мазарды жерлеу рәсіміне қарап 14-15 ғасырларға жатқызуға болады. Яғни мұсылман дәстүрі бойынша, бірақ арагідік исламға дейінгі ерекшеліктерді ұшырасады. Мысалы, бұл мазарда жерленген ақсүйектің қабіріне
моншақ тәрізді әшекей заттар, әртүрлі құнды тастар бірге салынған. Сарыарқада мұндай керемет күмбезді мазарлардың салына бастауы Алтын Орда ұлысында ислам дінінің мемлекеттік дін ретінде қалыптасуымен байланысты. Олар көшпенділердің саяси, экономикалық және мәдени орталықтары болған Ұлыс Орда тұрақтары маңында ірі мемлекет қайраткерлер мен дін уағыздаушыларына арналған. Но вот обнаруженные здесь плитки декоративные из росы. Бұл жерде декоративті кірпіштерді көріп тұрмыз. Мысалы, 4 бұрышты, 8 қырлы ою өрнекті пішінде. Бұл оюлар қазіргі кезде де қазақтарға тән дүние. Тағы бір қызықты олжа деп декоративті плитканың мына сынығын айтуға болады. Онда арабша жазудан үзінді келтірілген. Егер толық оқи алсақ, адамның аты да жазылуы ғажап емес. Қазақстанның оңтүстік аймағына қарағанда солтүстік өңірде қуатты бекініс құрылыстары мен орталық азиялық қалаларға тән дәстүрлі атрибуттар болған жоқ. Шаруашылық ерекшеліктерге байланысты теріскейді мекен еткен тайпалар жазғы ордамен ғана шектелетін. Бірақ мұндай орта ғасырлық жазғы орданың өзінде инфраструктура дамып, сауда-саттық өрістеген. Дәлел ретінде Әулиекөл қалашығынан табылған 14 ғасырдың 20 жылдарына жататын алтын ордалық ақшаны айтуға болады. Сондай-ақ археологиялық қазба жұмыстар жазғы жайлауларда тек мал шаруашылығы ғана емес, суармалы егіншіліктің, аңшылық пен балықшылықтың да өрістегенін көрсетті. Рядом с мастерской. Шеберхана жанынан балықтың сүйектері табылды, яғни бұл жерде балықшылықта дамыған. Мұнадай батырғыштың табылуы да сөзімізді қуаттай түседі. Бұл жердегі балықтар тұқы тұқымына жатады. Қазірде Әулиекөлде мөңке балықтары мекен етеді. Ал бұл балықтарды осыдан 600 жыл бұрын біздің ата-бабаларымыз ауласа керек. Осыған қарабақ осы өңірді тек көшпенділер мекен етпеген, олардың шаруашылығы сан салалы еді деуге болады. Табылған суармалы құрылыс қалдықтары мен шығырлардың кездесуі Әулиекөл қалашығында өрістеген шаруашылыққа жаңаша көзқарастың қалыптасуына түрткі болды. Қазба жұмысы барысында өңірде балықшылықпен қатар аңшылықтың да болғаны дәлелденді. Мәдени қабаттың бірінен жабайы жануар мен құстардың сүйектері табылған. Бүгінде дәстүрге айналған бұл кәсіптің ішкі өзегі мен тіні еш бұзылмастан бабадан балаға жалғасып келе жатыр. Мен ауылдан шықтым негізі. Мына осы жерде мен Қаражар деген ауыл тұрады міне. Осы жерден бір шақырым, бір жарым шақырымдай, 2 шақырымға жақын. Сол ауылда мына біздің көл, Әулиекөл деген. Бұл енді біздің бұрынғы ата-бабамыздың осы жерде тұрған несі, осы жерде тұрған ата-бабаларымыз бәрі. Сол көлдің атын шолып шығуға мен өзім аңшымын негізі, бала жасымнан. Соны мына иттерім бар жанымда. Соны кішкене бір шолып байқап шығайын деп маған атты. Солаймен келе жатқанмын. Сосын сіздерді көріп, жұмыстарыңызды көре кетейін мына жерде. Балалар жұмыс істеп жатыр міне. Біздің мұғалімдарымыз бар, Павлодардан келіп жатқан үлкен нелері бар. Солардың несін мынандай елден мынандай кішкене бір қазба не байлықты шығып жатқаннан кейін тарихи жағдай. Енді оны соқпай кетуге тағы болмайды. Археология институты мен Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының біріккен экспедициясы Әулиекөл қалашығын 2005 жылдан жүйелі түрде зерттеп келеді. Жылдағы әдетпен биылда тарих факультетінің 1-ші курс студенттері іс тәжірибеден өтіп жатыр. Қыздар қалдарың қалай? Сәлеметсіз бе? Не таптыңдар? Неше күн болды сіз жүргендеріңе? Біздің осы жерде жүргенімізде 2 жұма болды. Менің тазалап жатқан жерім пештің орны. Жұмыс қызықты ма жалпы осы қазып, осы көзбен көріп дегенде? Иә, әрине қызықты, мысалы тарихшы болғандықтан оқыған мен көрген екеуінің айырмашылығы да бар мысалы. Көрген ол мысалы көзбен көрген көресің. Ал кітаптан да оқыған пайдалы, оны оқисың, ал көргің келеді. Мың естігеннен бір көрген артық. Иә, мың естігеннен бір көрген артық. Мәйіттің сол қолын сәл бүгулі күйінде жерлеу Алтын Орда дәуіріне тән, яғни ислам дініне өту кезеңіне жатады. Жерлеу рәсімінен енді ғана орнығып келе жатқан мұсылман діні рәсімдері анық байқалады. Яғни пәни дүниеде тұтынған заттары бақи өмірде де қажет деген сеніммен
оларды бірге көму сияқты сарқыншақтарда сақталған. Но вот кроме мавзолеев знати на Уликольском некрополе есть еще и Әулиекөл қалашығында ақсүйектердің мазарымен қатар қарапайым халықтың да молалары кездеседі. Қазір сондай қорымның бірі қазылып жатыр. Где погребен взрослый человек. Бірге көмілген заттарына қарағанда әйел деп болжауға болады. Талгат, передайте, пожалуйста, вот мне находку. Давайте посмотрим, что это такое. Міне алдарыңызда ою өрнекті қола айна, екінші жағында жібек матаның қалдықтары сақталған. Бұл қандай да бір сөмкеде немесе матадан тігілген дорбада болғанын білдіреді. Зеркало сохранились остатки шелковой ткани. Еще одна находка была обнаружена. Тағы бір олжа бас сүйектің жанынан табылды. Қола сырға оң жақ құлақта болған. Осы заттарға қарап, қабірді алтын орда дәуіріне, яғни 14 ғасырға жатқызамыз. Она изготовлена из бронзы, которая обнаружена в могиле, позволяет датировать захоронение золотоордынской эпохой 14 столетием. Именно в это время и возник этот некрополь, строились мавзолеи. Әулиекөл қалашығында қоныс пен мола орындармен қатар қамқыштан тұрғызылған тұрақтарда зерттелу үстінде. Археологтар бөлмаралық қабырғаның беріктігіне қарап, өңір халқы отырықшы өмір сүрген деп болжап отыр. Отырықшы өмір салтын ұстанған деуге негіз болатын тағы бір дәйекті дәлел жазба деректерде Өлеңті, Шідерті өзендері арқылы керуен жолдар өткен делінеді. Яғни орта ғасырлық Әулиекөл қалашығы саяси, мәдени және әкімшілік экономикалық орталық болған. Халық арасында бұл өңір Ақкөл жайылма деген атпен белгілі. Көне және орта ғасырлық шежіре деректері мен тарихи жазбалардан осы аймақ туралы аздаған мәліметтер кездеседі. Демек, Ақкөл жайылманың қазақ тарихындағы орны Баянауыл, Қарқаралы, Ұлытау сияқты тарихи орталықтан еш кем емес. Тек осы күнге дейін жетіспей келгені зерттеулер ғана. Ақкөл жайылма тарихи этнографиялық тұрғыдан да үлкен қызығушылық тудырады. Сарыарқаның солтүстік шығысында орналасқан Ақкөл жайылма бұл ерте заманнан бері міне 3 ғасыр дейміз бе, 3000 жылдық дейміз бе, кем дегенде Қазақстан даласы мекендеген халықтар көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Сол кезеңдердің барлығында осы өңір жазғы жайлау ретінде көшпелі халық үшін өте қажетті, өте икемді өлке болып есептелінеді. Ал жазғы жайлау деген ол немене? Жазғы жайлауда бүкіл той домалақтар өтеді, құрылтайлар өтеді, үлкен жиындар болады. Себебі бұл өңір ерекше әлеуметтік саяси маңызға ие болды деп айтуға болады. Әрі пұшпағында Ақжарма сыр жасырулы Сарыарқаның тарихын тану мақсатында жүргізіліп жатқан бұл археологиялық жұмыстар ірі істің бастамасы ғана. Өйткені қорымда зерттелген қоныстан да өзге ірі ескерткіштер жыртылып айырылады. Тек осы күнге дейін зерттелуі кем болып келді. Ендігі міндет ауызша жеткен тарихи мұраларда жазба дерекпен салыстыра қарап, қазба жұмысы арқылы сараптау. Ал Әулиекөл қалашығындағы кешенді археологиялық этнографиялық зерттеулердің жалғасуы Сарыарқаның кейінгі орта ғасырлық тарихының ақтаңдақ беттерін толықтыра түсетін даусыз.